Қыркүйектің 15-інде елімізде емханаға тіркелу науқаны басталды. Ол қарашаның 15-іне дейін жалғасады. Науқанның мақсаты тұрақты мекенжайы ауыстырған немесе қаралып жүрген емханасына көңілі толмайтын азаматтарға емдеу мекемесін ауыстыруға мүмкіндік беру. Бұл мүмкіндікті Қазақстан Республикасының барлық азаматтары, тұрақты тұратын және тұруға ықтиярлық шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға пайдалана алады. Сонымен қатар денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығына сәйкес қоршаған орта қауіп төндіретін аурулар мен ауыратын шетелдік азаматтарға тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемінде қызмет көрсетілмек. Емханаға арнайы портал немесе халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы тіркелуге болады. Ал зейнеткерлер, мүгедектер, әскери борышын өтеп жатқан азаматтар, студенттер мен түрмеде жазасын өтеушілерге өзі тұратын мекеме арқылы тіркелу мүмкіндігі берілмек. Естеріңізге сала кетсек, бұл емханалардың барлығы міндетті түрде қордың мәліметтер базасында болуы тиіс. Қордың мәліметтер базасын мен фондтың, мысалы біздің қордың fms.kz сайтынан тауып алуға болады. Қазіргі кезде біздің облысымызда 17 бастапқы медициналық санитарлық ұйым бар. Оның мысалы 4-еуі қалада, 13-і біздің аудандық орталықтарда. Соның ішінде 4 қалалық емхананың бізде біреуі жекеменшік, бұл денсаулық жекеменшік мекемесі. Бірақ бұл денсаулық мекемесінде балаларға қызмет көрсетілмейді. Сондықтан мұнда ересек тұрғындар ғана тіркелген. Соны атап өту өте маңызды.